Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге салмасында алма қосылған өте жұмсақ және де ауызда еритін бискоттидің ең оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ болып шығады, дәмі сізге ұнайтынына сенімдімін. Ендеше видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін 2 дана алманың сыртын ашып, үкіштің ірі жағынан өткізіп аламыз. Содан соң құрғақ табамыздың ішіне салып, үстінен 2 ас қасық қант саламыз. Содан соң дәміне қарай қасықтың ұшымен ғана алып корица қосамыз. Содан соң сары май салып орташа отта 5 минут пісіріп аламыз. Содан соң үстінен 1 ас қасық бал саламыз. Егер де үйде бал болмаса, міндетті емес. Дайын болған салмамызды суытуға алып қоямыз. Содан соң қамырын елеу үшін ыдысымызға 1 дана жұмыртқа саламыз. Үстінен қант саламыз және де 2 ас қасық сүт құямыз. Содан соң біз ерітілген сары майымызды салып, барлығын венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Келесі кезекте біздің ұн мен қопсытқышты араластырып, електен елеп саламыз және де күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Бірінші бөлігінде, екінші бөлігін салып, тағы да күрекшенің көмегімен араластырып, содан соң қолымызбен қамыр елейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Оны 5 минутқа тындырып қоямыз. Содан соң 2 бөлікке бөліп, біздің қамырмен жұмыс жасап бастаймыз. Қалыңдығы 1 сантиметр етіп жайып аламыз. Содан соң осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Жасалу жолы өте қарапайым. Үйдегі бар нәрселермен осылай керемет тәттіні шайға жасап ішсеңіздер болады. Осылай біздің қамырымыздың үстінен жолақтары сызып шығатын боламыз. Бұл біздің жаңағы бискоттиміздің әдемі формасын келтіріп тұрады. Содан соң барлығын орап, қатты етіп орамаймыз. Осылай еркін тұруы керек. Барлығын формасын шығарып, әдемілеп орап шығатын боламыз. Одан бөлек достар, менің арнамда көптеген оңай рецептерді таба аласыздар. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Ал енді біз барлық формаларымызды жасап болдық. Алдын ала қыздырылған пеште 25-30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің тәттілеріміз пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Бұл біздің бискоттидің ерекшелігі. Салмасына алма және корица, оның үстінен табиғи бал салғаннан кейін дәмдері өте керемет болып шығады. Ал достар, бұл видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар және де міндетті түрде арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Сіздерде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мінекей бөліп көрсетемін. Өте жұмсақ, ыстық болып тұр. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар және де өз жақындарыңызды қуантыңыздар. Мен сіздерге ас болсын деймін.